Қазір Жасын мырза келіп, бәрін тексеру керек. Уайымдамаңыз, үлгереміз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз. Мә, аға, мына жер кәдімгідей құдалыққа дайындалғандай дайындалып жатыр ғой, ә? Енді Алматыда үлкен завод ашылайын деп отыр. Оңай дейсің ба? Сен қайта қуан осында жұмыс істеп жүргеніңе. Қуанам ғой, аға. Сізде той болады деп шырттай киініп алыпсыз да? Енді оның үстіне Батекем келе жатыр. Сонау Қызылжардан. Батекең деген кім ол? Жолдас балаңыз ба? Енем? Ене жаным келе жатыр. Ой. Нұргүләкпен күтіп алуға кетті. Осындай ұжымдық шараға енеңіз қатыса бере міне? Енді басшылардың өзін жасырын тізімі болады ғой. Ой, мен ұмытып кете беремін сіздің басшы екеніңіз ше. Өзіміз сияқтысыз ғой. Ұмытпаңдаршы. Ақ көңілдігімді пайдаланып басыма шығып кетпеңдерші. Ұмытпаймыз ғой, білесіз ғой. Гүлжігіт те келе жатыр ма? Білмеймін. Келетін шығар. Бір. Істеп тұр? Құрметті ағайын. Істеп тұр. Әдем екен. Бәрі дайын. Сәлем. Сәлем. Әдем болып кетіпсің ғой. Рахмет. Сен әлі дайындалмағансың ба? Жоқ әлі, енді шығам. Айым, мына құжаттарды сол жаққа апара салшы. Жақсы. Рахмет. Тезірек кел, кешікпей. Дана, мен енді шығайын деп жатырмын. Апам салонына бірден барам. Сен сол жаққа келе бер. Назым. Сәлем. Сәлем. Мен сені зауытты екен деп... Мен енді шығайын деп жатырмын. Ақыры жолықтық қой. Мен сенен кешірім сұраймын. Соңғы болған жағдайлардан кейін кездесіп тұрғанымыз осы. Сен аңсарға? Иә, мен оған өз басымды ойлап өтірік айтып қойдым. Оның алдында да кінәлімін. Заттарын балып кетуге келгем. Қыздар жинастырып қойды. Рахмет. Жаңа инвестор тапты деп естідім. Құтты болсын. Рахмет. Мен де осында болатын шығармын. Ақтауға әзірге бармаймын. Әкемнің компаниясында қазір тексерістер болып жатыр. Соның бастығысында жүремін. Сосын... Мен асық тұр едім. Не болды тағы? От алмай жатыр. Ескімен есің шығады деген осы.
Мынаны сатып жаңасын алсаңшы. Қазір небір бағдарламалар көп қой. Мысалға, менің көлігім біздің елде жасалған. Бағасы да қолжетімді. Иә, оны өзім де ойлап жүрмін. Сен қайдан алдың? Альдордан. Жақсы екен. Қайда бара жатсың? Жасым бір жұмыс тапсырған, соған бара жатырмын. Жүр онда. Рахмет. Өзің бара бер, мен тағы бір жерге соғуым керек. Енді соғамыз ба? Болды қазір. Ой, рахмет. Нұрсұлтан қаласында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018-2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама жөнінде семинар тренинг өтті. Жиын қатысушылары шығыстар арасында діни экстремизм мен терроризм көріністерінің алдын алуда үкіметтік емес ұйымдардың рөлін арттыру керектігін